бастап жатырмын. Егер бәрі дұрыс болса, қаражат жағынан қиындық болмайды. Сол кезде сені жақсы бір емханада емдете аламын. Не дейсің? Әрине мен келсем. Қарағандыға бару керек болып тұр. Неге? Сен маған ұнайсың. Бірақ осының бәрін тым тездетіп жіберген сияқты көрінесің. Өзіңді мәслихат депутаттығына үміткер ретінде ұсынатын болдың. Құттықтаймын. Рахмет, Айдар Төреханұлы. Көңілмен шықты. Аламын. Мәдени бүлдірді. Ол фирманың құжаттарын алып кетіпті. Зейні, бұл менің және сенің болашақ жұмыс орның болады деп үміттенемін. Қажет болса, күні бойы күтіп отыруыңа тура келеді. Енді Жәнібек туралы бірде-бір жаман сөз айтқаныңды естімейтін болайын. Құжаттарды қайтар деймін, Мәди. Жыныма тимей, бар. Мәди, қой деймін. Көзіме көрінбе. Алишер, осында отырып күтіңіз. Ол қазір келеді. Рахмет. Кешір, Алишер. Астанадан өте бір маңызды шаруамен қоңырау соқты. Ал? Менің ұсынысым туралы ойландың ба? Қандай байламға келдің? Иә, Айдар Төреханұлы. Тұра, Алишер. Бас тартуға асықпа. Бас тартып тұрған жоқпын, тек... Ендеше неге? Кібіртіктеп отырсың. Ойланатын шаруалар жоқ емес. Бар. Айдар Төреханұлы, осы менің әрекетімнен бір нәтиже шығамын өзі. Кешір, Алишер. Сенің сауалыңа қарсы сұрақ қойғым келіп отыр. Сен осы аймақтағы жұрттың жағдайын жақсы жағына өзгерткің келе ме? Иә, өзгерткім келеді. Сіз маған жауап беріңізші. Сіз неге мені таңдадыңыз? Бұндай жауапты атқаруға мен әлде қайда лайықты азаматтар бар емес пе? Мен саясаткер емеспін. Бар болғаны кәсіпкермін. Сөздің шынын айтар болсақ, сенің бойыңда кәсіпкерліктен гөрі саясаткерге лайық қарым-қабілеттер көп. Таңдауыңның саған түскені де сондықтан. Мен сенің болашағыңа сенемін, Алишер. Ендеше шегіншекте беретін еш жөнің жоқ. Сен досқында кеткен есеңді қайтару туралы ойламайсың. Ол саған жат қылық. Біреудің қолшоқпары болғың келмейді. Солай ғой? Оныңыз рас. Досқа мен жауласпаймыз деп уәде берсем, көңілің орнына түсе ме? Депутаттыққа сайланғаннан кейін де Досқан саған қысым көрсетері анық. Мен оны жақсы білем. Осылай етеріне көзім анық жетіп отыр. Оның ең жақсы қорғанысы шабуыл. Ондай сәтте ол еш нәрседен тайынбайды. Сонда маған не істейсіз? Досқанды ойламайық қой. Онан келер бірдеңе болса, көріп алармыз. Алишер, сенің бойыңда бір күмән бар сияқты. Нендей күмән екенін өзің жақсы білесің. Шыныңды айтшы. Өзің сенімдісің бе? Иә, сенімдімін. Сен таңдауыңның негізгі себебін айтайын. Мұның еш құпиясы жоқ. Алишер, сен өзің сенбей тұрған сияқтысың. Бірақ біздің заводтағы 13 мың адам саған риясыз сенеді. Тіпті өзіңді танымайтын кез келген адам соңыңнан ереді. Алишер, адамның жасы ұлғайған сайын кейінгіге пайдасы тиер қандай игі іс істедім деп ойланады екен. Досқанмен арадағы қақтығыстан кейін осындай шешімге бел байлады екен деп ойлама. Аймақты гүлдендіруге байланысты үлкен жоспарларым бар. Ол ойларымды сенімен тізе қосып жүзеге асырғым келеді. Ал, не дейсің? Жақсы.
Мен сені бір кісілермен таныстырамын. Олар өте ықпалды адамдар, Әлішер. Жарайды. Вау, söndür oğlum, mayıs ol. Vau, söndür. Sen неме оталдырып жатсың, а? Майыс жоқ қой бұның. Тракторды оталдыруға саған кім рұқсат берді? Сынып тұрған трактор ғой. Бұл трактор жөндеу керек. Мәлі келгесін өзің жауап бересің. Біз бұны жөндеп қойғанбыз. Кім жөндеді? Трактор жөндеген сен бе? Сіз бе? Сенге көшіп едік қой. Айнұр, мен жүре берейін, Ала кеш. Болатбек, сен де бір. Өзіңіз жөндедіңіз бе? Жалғыз өзінің күшім жетпес еді. Ана жігіт болмағанда. Ол жігітті білеміз ғой. Осындай бірдеңкелерді шұқылап жүрген жақсы көреді. Сізді трактор жөндейді деп ойламаппын. Ода тұрған не бар екен? Енді өз басым бұндайды өмірімде көрмеппін. Трактор жөндеуді қайдан үйреніп жүрсіз? Ол ұзақ әңгіме. Айтпақшы, жүріңіз, мен сізге бір нәрсе көрсетейін. Қайда барамыз? Барған соң көресіз. Жүріңіз. Жүріңіз. Әлішер Маханұлы, сәлеметсіз бе? Сәлем, Карина. Зарина, сәлем, ренжіме байқамай қалдым. Әлішер Маханұлы, мынаны қараңыз. Плакаттар мен үндеу хаттардың жақсыларын жинап әкелдім. Өзіңізге ұнаған таңдап аларсыз. Айтпақшы, мен баспахана таптым. Егер тапсырыстарымыз көп болса, бізге жеңілдіктер жасамақ. Жақсы. Ал мұнда бұрынғы депутаттардың барлық бағдарламалары. Әлішер Маханұлы, сіз өзіңізге бағдарлама жасауыңыз керек. Мен мынаны оқып... Зарина, саған үлкен рахмет. Сен болмаса мен шынымен не істер едім? Айтпақшы, сөзіңді бөліп жібердім ғой деймін. Не айтайын деп едім? Айтайын дегенім, солардың бағдарламаларын оқып, өзіңізге бағдарлама жасауыңыз керек. Ең қиыны да сол болмақ. Өйткені олардың көпшілігі үйіп төгіп уәде берген. Міне, енді Зарина осымен айналысамыз. Алдымен жақсылап тұрып түстен олайық. Мен сені бүгін түскі асқа шақырамын. Жүр. Несін айтасың? Күні бойы ялып жүрдім. Меруерт келді ғой деймін. Жарай, жақсы, мен кейін хабарласам. Сау бол. Қалайсың, қызым? Бәрі жақсы, апа. Өзіңіздің денсаулығыңыз қалай? Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Қан қысым көтеріліп отыр. Қатты қиналып отырмын. Жедел жәрдем шақыртайын ба? Жоқ, шақырмай-ақ қой. Қазір басылады. Қайда болдың? Айда екеуміз бір шаруамен жүрдік. Қазір ол көлігін тұраққа қойып жатыр. Мен сені Мұсамен жүрген шығар десем? Меруерт, қатты ауырып жүрмін. Түні бойын ұйықтамаймын. Көз ілмеймін. Апа, олай демеңізші. Ауыры бір айналдырған соң қиын екен. Несіне ауруыңызды ойлап, күйзеле бересіз? Ол туралы ойламасаңызшы.
Ауруды қойшы. Ауруды емес. Сені Артурды ойлайым. Көзімнің тірісінде өз жолдарыңды тапқаныңды қалайым. Туй, апа. Не апа? Айғайла, ен шешеңе дауыс көтерейін дедің бе? Мұсамен хабарлас, сөйлес. Жауабыңды күтіп жүр ғой. 40 жасыңда бала туайын деп пең. Жұмыс ешқайда қашпайды. Денсаулығыңды ойла. Жұрттың қыздары Мұса сияқты жігітке қолы жетпей жүр. Ал сен болсаң. Саламатсыз ба, Рыскүл тәте? Амыз қалай? Амансың ба? Міне, естідің бе? Иә. Меніңше Рыскүл тәтенікі дұрыс. Дәулет, ассалаумағалейкум. Алейкум. Келіп отыр. Сыраға қалай қарайсың? Жоқ, рахмет. Я сен спортшысың ғой енді. Айта бер, не тірліктер? Дәулет, сен өте іскер азаматсың. Сенің осы қасиетің маған ұнайды. Қысқасы мен бір 2 кәсіпкерге шықтым. Олар металлургиялық заводта шыр айналдырып жүрген қулар. Қайтадан бопсалауға көштің бе? Жоқ, ол баяғыда болған жай ғой. Қазір бәрі заңды түрде. Мен оларды қорқытып, қысып ештеңе жасаған жоқпын. Бірақ олармен жақсы тіл табысып кеттім. Шынымен қысым жасаған жоқсың ба? Жоқ. Мен олармен баяғыдан бері жақсы араласам. Кейін өзің таныстырам, бәрін көресің. Не істейміз сонда? Ол жерде бізге шаруа жеткілікті. Енді келісім кезде оларды бұлай алып жүру, керек жарақтарын алып беру демекші. Енді өзің түсініп отырсың ғой, Дәулет. Санжар, бұлдан нақты жұмыс емес қой? Иә, солай. Бірақ бір жақсы кәсіпкерлер табамыз да, оларды таныстырып, үстінен өз пайдамызды көреміз. Сол? Біз сіз өздері бұл жұмысты атқара алмай ма? Жоқ. Бұл біздің шаруа. Мен Мәуленмен қалай танысқанымды білесің бе? Ол қатты қиналған кезде мен оған көмектестім. Ол маған қарыздар. Мен сені бұл жұмысқа бекерден тартпаймын ғой, Дәулет. Одан ақша келеді, ақша. Жарайды, көрейік. Жақсы. Келістік. Бүгін біздің үйге барамыз, қыздар шақырып, бүгінгі шаруамызды жақсылап отырып жуамыз. Келістік пе? Жоқ, рахмет. Ағам осында тұрады, соныкіне барайын. Қазір. Алло, Әлшер, қалайсың? Жақсы, мен Қарағандыға келдім. Сен қайдасың? Айта бер, ойда сақтап қалам. Жақсы, түсінікті. Жүр біздің үйге. Жоқ, мен жүрейін. Байланыста боламыз. Жақсында хабарласамыз. Сендерден еститінім тек осы ғана. Тұрмысқа шық. Қашан күйеуге шығасың? Әлі тұрмысқа шықпадың ба? Әбден ығыр болдым. Мүмкін менің тіпті тұрмыс құрғым келмейтін шығар. Одан да өзімнің Әлішерімді күтіп жүрмін деп, сөздің турасын айтпайсың ба, Меруерт?
Егер Алишерге керек болсаң, ол Қарағандыға кетіп қалмай, осында сенің жаныңда болар еді ғой, Сол жақта әбден қоныс теуіп алғанына қарағанда, ол үшін сеннен гөрі жұмысы маңыздырақ болып тұрған ғой, Неге үндемейсің, Меруерт? Әлде мен дұрыс айтпай тұрмын ба? Қазір оған телефон соғып, кездескің келетінін айт. Тезірек сөйлесуің керек. Бірдемен сылтау етіп сөйлес. Хабарлас оған. Алло, Алишер, сәлем. Жағдайың қалай? Рахмет. Менде де бәрі жақсы. Айда екеуміз Қарағандыға оның туысқандарына бара жатырмыз. Кездесіп, кафеде отырсақ қайтеді? Жоқ, біз тек бір-ақ күн боламыз. Жақсы. Жарайды, сау бол. Не дейді? Ештеңе. Меруерт, апаның айтқанын тыңда. Мен сен бақытты болғаныңды қалаймын. Сол үшін тіпті Мұсадан да бас тартам. Былайрақ. Қайда бара жатырмыз? Барған соң көресің. Әлі көп жүреміз бе? Жоқ, келіп қалдық. Тек сығалап қарама. Сығалап қарап жатқан жоқпын. Тоқта. Болды. Көзіңді ашсаң болады. Мәссаған. Қалай, ұнай ма? Иә. Жүре ме? Жоқ, оны жөндеу керек. Сен сонда маған осын жөнде деп тұрсың ғой. Иә, екеуміз бірге болсын жөнде болсақ қайтеді. Жарайды, қарайық. Қазір. Онда шайық. Аха. Иә. Мұнда біраз уақыт кететін сияқты. Генератор, бензин насос, фильтрін де ауыстыру керек. Тескішті алып кеш. Жарайды, қазір. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Кімге келдіңіз? Алишер осы жерде отыра ма? Иә. Алдын ала жазылып бердіңіз? Жоқ, телефон соққан, мен ісімін ғой. Солай ма? Дәулетсіз ба? Иә. Әшір Ермаханұлына мүлде ұқсамайды екенсіз. Қызық. Танысыңдар ма? Менің көмекшім Зарина. Менің Дәулет. Қалай жұмыстар? Сол баяғы жұмыс. Бастан асып жатыр. Уақытым көп алмайын. Бір тірліктермен келген Қарағандыға. Сен үйге тоқтайын. Әрине. Қазір. Міне келді. Сен не депутатқа ұсынып жатсың ба не? Иә. Қойшы. Көріп тұрсың ба? Мықты. Сәттілік. Рахмет. Кешкісін үйге барғанда сөйлесейік. Жарайды. Жақсы. Депутат. Рұқсат па? Карина, кел. Карина, мен сенің жақсы маман екеніңді айтқым келеді. Тек біздің компанияда ғана емес, Қарағанды жұртшылығына танымал, білікті мамансың. Отыр, түрегеп тұрма. Мен де түсінгейсің. Біріншіден, маған жоғары жақтан қысым жасалып жатыр.
Алишерді неліктен ыңғайсыз жағдайға қалдырғаныңды айтып түсіндіріп, аузыма ұрды. Енді мұндай іске бармайды деп сені қорғаштай беруден де шаршадым. Мен олай енді істемеймін. Айтып алайын. Екіншіден, осыған дейін де екеуміз жиі келіспей қалып жүрдік. Ал үшіншіден, Карина, шынымды айтсам, менің өзім де сенен қауіптене бастадым. Бұл ісіме Карина қалай қарайды? Ертең осының бәрін жоққа шығарып өзіме қарсы шығып жүрмей ме деген ойлар жиі мазалап жүр. Жәнбек, мен шын сөзім саған қарсы шықпаймын. Мен саған сөзімді бөлме дедім ғой. Жалпы, Карина, сен жақсы мамансың, тәжірибең де мол. Ойлай келіп, екеуміз бірге жұмыс істей алмайтынымызды түсіндім. Сондықтан өз еркіңмен жұмыстан шығам деп өтініш жаз. Мені жұмыстан шығаруға еш негіз жоқ қой. Мұндай сөзді қайтесің? Шығарам деген адамға себеп табу қиын болып па? Мен сенімен қабақ шытыспай, ың-шыңсыз қоштасым келеді. Түсіндім. Өтінішімді жазам. Міне мұның дұрыс. Сен уайымдама. Саған жұмыста болады. Сәлем, Базарбай. Қалайсың? Жақсы. Далаға шығып келейік, бір әңгіме бар еді. Уақытым жоқ. 5 минут уақытым жоқ па не? Осында айта берші. Жұмысқа сені қайта алды. Жалақың сол қалып сияқты, Иә. Ырзасың ба? Шүкір, осыған да қанағат. Бұрын осы жерде жұмыс істеп жүрген кезде екеуміз талай нәрсені былықтырдық, а? Керек тауарларды арбамен алып шығатығымыз. Соның өзі жетпей тұғын. Ал сен аяғасы қанағатшыл болып шыға кепсің. Әлде жалақыңды көтерді ме? Немесе пайдаңмен бөлісін келмей тұр ма не? Әулен, саған не керек? Мен металл алатын адамдар таптым. Ана күзеттегілермен сөйлесіп, көлікке тиеп шығару керек. Сен бұрынғыдай жоқ тауарлардың орнын жауып жібересің, ал мен ақауы бар тауарлардың есебін шығарған кезде ақтымен көмектесем. Жоқ, мен ондай істермен айналыспаймын. Сен не өзінше болып тұрсың? Ақшаны бұрынғыдай қақ бөлеміз. Мына киімдерді түзетін жері бар. Ұсақ түйек адамдар шығындармен. Сонда не? Адамдар лас киімдермен жүру керек па? Тазалап жіберсе жап-жаңа болып шыға келеді ғой. Әулен, мен мұндай істермен айналыспаймын деп айтып тұрған жоқпын ба саған? Боссың. Сен уақыт өткен сайын бетіңнің қыты қояйын деген ғой, дейме? Мені жаналқым қал. Қыспақ қалған кезде қайсың маған көмектесіңдер? Тек Әлшер ғана маған сенді. Болды. Сөз осымен бітті. Енді соғанақтана бермей жөніңе жүр. Сен бәлкім білмейсің ау деймін. Әлшер бұл жерден баяда кеткен. Кеттейін мен саған. Бүгін бәрі жақсы болады. Жүрегім сезіп тұр. Қойшы. Мәссаған Алтынайды қара. Кетпепті. Қыз тағы да басталды. Сөйлесейін ба? Сен не қылып Түн мен осында қондың ба не? Саған бәрібір емес пе? Немене артынан қалмай жүрсің? Үйде жұмыс жоқ па? Бар. Бір рет келдің немене, келе бересің бе? А? Жоқ әлде мен бақылап, өз айтқанымен жүргізбексің бе? Алтынай, біз... Ал сен шапшаусың да? Бәрінде де сен кінәлісің деймін ба? Алтынай, қойсыншы, мен саған... Сен келгелі бері үйімізден береке кетті. Сен есің дұрыс па? А? Оны неге қорғаштайсың? Соның кесірінен атамыз қайтыс болды. Жабы аузыңды, ей! Бұл шыдам бітті, жетер енді. Мен де шыдам бітті. Бүйтіп шынға тие берме.
Әлде ажырасың келіп жүр ма? А? Не қазір сен үйге кетесің, не мен өз-өзіме жауап бермеймін. Айтпады деме. Кеттік. Маулен, маған дереу келіп кет. Базарбай, рахмет. Сен бара берсең болады. Линда! Сен мені аңдып жүрсің бе? Жоқ, о не деген. Линда, мен күнде осы жолмен үйге қайтам. Ол үшін кінәлі емес шығармын. Ертеңнен бастап басқа жолмен жүремін деп уәде берейін. Линда, өткен жолғы әрекетім үшін сенен кешірім сұрағым келеді. Кездесейік деп айтқым келгелі тұрған жоқ. Білем, арамызда бәрі бітті. Тек сен мен ренжіспей қоштасқым келеді. Тағы да құбылып тұрсың ба? Линда, бұл жолы шын көңіліммен кешірім сұрап тұрмын. Жарайды, Арсен. Мен саған ренжімеймін. Рахмет, Линда. Сау бол. Сау бол. Не болды? Не болғанын маған сен айт. Түсінбедім. Мен де түсінбей отырмын. Осындағы қызметкерлер қайта-қайта сенің үстінен шағымданып жатыр. Өзіңді жұмысқа әрең алғанымызды білесің. Не білдіріп жүрсің? Кім ол шағымданып жүрген? Шағымданушылар аз емес. Жаңа дәлізде Базарбайды көргем. Сол ма арыз айтып жүрген? Кім айтса да саған бәрібір емес пе? Күмәнді әрекеттермен айналысуыңды қой деп мен саған айттым ғой. Саған айтуға оңай. Қызметің, сыйақың, жоғары жалақы. Ал менің ақшамды кім қайтарады? Қайдан аламын? Біртіндеп қайтарасың. 100 жылдан кейін бе? Маулен, сен менің досым екенің рас. Бірақ мен саған ескерттім. Аяқ асты адал болып шыға келесіңдер, ә? Не істей аласың сен маған? Егер мені қысса, мен бәрін қаржы полициясына жария етем. Сол кезде сен де, басқаларды түрмеден бірақ шығады. Бір көкенге қосақталуымыз бауырым. Ана Әлішердің жағдайы не болғанын білесің. Ол да бәрі оңай болады деп. Сен менің ақшамды қайтарудың жолын қарастыр. Әйтпесе өзім бір амалын табам. Ал ондай кезде сен маған кедергі болма. Алтынай? Алтынай, қайда жүрсің? Не болды? Мәди менімен ажырасқысы келеді.
Білбедім саған кеткеніңді. Не болды? Ажырасам дейді. Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Ол ашу үстінде айтқан болар. Сен оны дұрыс түсінбей қалғансың. Мені Мадиді жақтап жатыр деп ойлап қалма. Бірақ енді өзің де ескертпей қалаға алып ішіп жетіп бардың. Не оған телефон соқтым, ол өзі көтерген жоқ телефонды. Дегенмен сенің келетініңді білген жоқ қой. Оның үстіне сендер жақында ғана қатты ұрсып қалдыңдар. Оның ертесі күні ол ұрыс тағы жалғасты. Осының бәрі оның ашуына тиген. Өзін ұстай алмай қалған шығар. Барған шаруасына бөгет болмасын деп әдейі айтты. Солай деп ойлайсың ба? Солай екені анық. Осының бәрі білдір жүрген Талғат деген дос. Бірақ бар ғой, депутатқа түскен дұрыс бопты. Негізі өзімде ондай ой болған жоқ. Бір адамдар бағың сынап көрсең қайтеді деп ұсыныс жасағаннан кейін тәуекелге барып отқан жайым бар. Дұрыс кім біледі, жолың болып кететін шығар. Ақырын жесейші, қақаласың ғой. Деп қарны ашып кетті. Сен сияқтан шұқып отырмай ма? Қарағанда не үшін дедім сұрамайсың ба? Шаруа көрмен шығар? Әлде қылмыс әлемі ме? Жоқ, қайдағы. Өткен өтті ғой, баяғы нәрсе. Онда жақсы болған. Дәулет, кез келген бастайтын жұмыстарыңда арқа сүйсең болады. Соны ұмытпа. Енді көмек қажет кезде, дер кезінде көмектеспеген үшін ренжіме. Қашанда менің көңілімде сендер тұрасыңдар. Телефон соғып хабарласпағаныма мен ұмытып кетті екен деп ойлама. Жоқ, сен неге? Түсінемін ба? Біз енді үшеуміз ғой. Бір-бірімізге арқа сүйейік. Иә. Тамаң жемедің ғой? Жүр, рахмет болдың. Тойдым. Сонда жаманың мен ғой, е? Білесің бе, негізі кешке тамақ ішу денсаулыққа зиян? Сондай ма? Бізге... Не? Жоқ, жей бер, ас болсын деп отырмын. Жей отыр ма? Қарны ашып кетті. Жоқ, жей. Алтынай, сен өзіңді басып ал. Талғаттың нақты неге кінәлі екенін маған түсіндіріп айтшы. Түсіндіретін несі бар? Түйеқұс шаруашылығымен айналысамыз деп Мәдидің басын айналдырып жүрген жоқ па? Ал? Соңынан іздеп келе береді. Кетерінде де жай кетпейді. Өзімен бірге Мәдиді ертіп алып кетеді. Ферманың құжаттарын алып кел деп Мәдиді үгіттеп, көндіріп жүретін де сол. Осы ғана ма? Осының өзі аз болып тұр ма? Меніңше бар ғой, Талғат барып тұрған алаяқ сияқты. Алтынай, мұның бәрі ашу үстінде айтылған сөз деп білемін. Оның үстіне Талғатты кінәлайтындай сенің нақты дәлелдерің жоқ. Менің ойымша, Талғат түйеқұс фермасын ашайық деп жақсы ұсыныспен келген. Жоға қайда? Жарайды, сен айтқандай ақ болсын. Бірақ Талғаттың ұсынысынан қорқатындай ештеңе көріп тұрғаным жоқ. Білесің бе, қалада мейрамханаларда түйеқұстың етінен, жұмыртқасынан әзірленген тағамдар өте қымбат тұрады. Егер Мәди мен Талғаттың осы кәсібі жолға түсіп кететін болса, бұл деген керемет емес пе? Әрине, басында бұл кәсіпті бір жолға қою үшін қаражат пен уақыт керек. Мәдидің Астанадан шықпай жүргені де сол. Өзің 2 рет барған кезде қасында қыздар көрген жоқпын деп айтқансың. Бірақ Мәди ешкімге айтпай құжаттардың бәрін алып кеткен жоқ па? Енді үйдегілердің бәрі қарсы болса,
Енді қайтсын? Алтынай, ал түсінші. Мен Талғатты да Мәдиді де жақтап тұрғаным жоқ. Осыған бола уайымдаудың қажеті қанша? Мүмкін олардың бұл бастап жатқан ісі біз ойлағандай нәтижесіз болмас. Қалай ойлайсың? Біз барлығын алдық қой. Ештеңе ұмытқан жоқпыз ғой, құжаттардың барлығын алдық па? Алдық, бәрін алдық. Тыпыршымай тыныш тұршы. Келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қалай жігіттер? Жақсы. Жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ереке міне, өзіңізге айтып жүрген жігіттер. Менің әріптестерім Талғат, Мәди. Танысқаныма қуаныштымын, жігіттер. Бізде. Ереке жігіттер жас қой. Бірден жұмыс істегелер келіп әшейін. Тек сәл демеп жіберсек болды. Иә, сөйтсеңіздер жақсы болады еді. Тек бұларда бір ғана жай бар. Жерлері бар. Оны кепілдікке қойғысы келеді. Ал өсиет хат өз күшіне енген жоқ. Иә, сен айтқан болады дейсің, есімде. Жарты жыл күту керек дейді. Жарты жыл дегеніңіз енді ұзақтау болып тұр ереке. Әйтпесе міне жігіттер қазірден бастап жұмысты бірден бастап кетсек деп тұр. Түсініп тұрмын, жігіттер. Бірақ бізге не істеуіміз керек? Жігіттер, мен ақшаны қазір-ақ бере алар едім. Бірақ енді сенің хаттарың жоқ. Сондықтан күтулеріңе тура келеді. Аға, енді басқа амал жоқ па? Білмедім, енді біз тек жұмысты бірден бастап кетсек па деп едік. Ақшаны жарты жылдың ішінде қайтаруға болады. Қағаздарды көруге бола ма? Енді бұның бір ғана амалы бар. Оған енді сіздер келісесіздер ма, келіспейсіздер ма? Қандай амал? Біз не істеуіміз керек? Мәди екеуміз бәріне де дайынбыз. Айтшы, Мәди. Иә. Біз ана фирмаға берілген сенім хатты, Ермахан аға қайтыс болғаннан әлде қайда бұрын жазылғандай етіп істей аламыз. Яғни келісім шартқа да сол күндік қоямыз. Бірақ бұл заңға қайшы. Ереке, мен білем. Менің таныс нотариусым бар. Мен ол кісімен сөйлесейін. Мен деген сөзін жерге тастамас. Мен ойлаймын, ол кісі бізге көмектесе алады. Сізге сөйлеш өтінем. Онда сонда барайық.